Ассаламалейкум достар, сіздермен бірге мен Шыңғыс Қанатұлы. Бүгін біз неге екенін білмеймін, Ордабасы және де Оқжетпес арасындағы Қазақстан Премьер-лигасының биылғы маусымда соңғы үйдегі ойын тамашалауға келдік. Әрине барлығы әзіл ғой, ішіміздегі бір жанкүйерлігіміз, бірге бастаған маусымда бірге аяқтайық деген ой, істі соңына жеткізейік деген мақсат. Сол үшін келіп отырмыз және бүгін Ордабасы көріп отырғанымыздай алаңда толық негізгі құраммен шыққан. Сондықтан да Ордабасы өзінің жанкүйерлер алдындағы айыбын біле түсінеді деген ойдамын. Сондықтан да бүгін керемет бір көңіл күй сыйлайды деген үміттеміз тағы да. Керемет пас, Эвертон ортаға пас және соққы, гол! Гол достар, таразбасы ашылды. Ойының небәрі 7-ші минутында Жоу Паулиньо керемет гол соғып, Ордабасын алға шығарып отыр. Әріптестеріңізде керемет пас. Капацини допта бірінші дегенмен де бұрыштама доба. Оған асырылған пас, соққы, гол! Дубль! Бұрыштамадан асырылған пасқа әуеде сәтті ойнай білген Паулиньо дубль авторы атанып отыр. Есеп 2-0 ойынның 25-ші минуты. Гол достар, таразбасы ұлғайды, есеп 3-0 ойынның 37-ші минутында. Ордабасы есепті ірілей түсті. Голдың авторы Елхан Астанов. Аймансалан пас, Астан соққы дегенменде төліп берген өз орнында. Гол достар! Елхан Астанов бір голмен тоқтамаймын дейді. Тағы да гол соғып есепті еселей түсті. Бірінші тайм соңында есеп 4-0. Астанов. Ордабасын бұла ойнаған маусым бойы көрмеген біз 4 голды видеоға түсіргендей. Дайын болмай қалып жатыр. Екеуімен тоқтайды ау дебім. Кетіп жатыр ары қарай. Үлгіремей қалып жатыр қой. Маусым бойы өстіп ойнасақ. Достар, осымен ойынның алғашқы таймы өз мәресіне жетті. Есеп 4-0. Ордабасы алда келеді. Күтпеген ойын, ойын басы айтқандай стадионға келген аз да болса жанкүйерлерге Ордабасы маусым үшін керемет көңіл күй сыйлайтын шығар деген үмітте болды және ол үмітті бірінші таймнан кейін ақтап отыр. Тіпті 2 голды түсіріп үлгермедік. 4 гол күтпейсің ғой енді бәрібір. Керемет ойын, бірге болыңыздар. Жантөре, менің шәкіртім Ордабасы ойнайды. Бүгін Болбой. Сондай. Сондай. Құдай қаласа, Қазақстан ұлттық құрамасына күтеміз. Дұрыс па? Құдай қаласа. Жақсы сонда. Жұмысты ше. Техас фанстың орны бос қалғанымен Ордабасы қолдаусыз қалған жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай Техас Juniors жұмыс жасауда. Алғашқы таймда 4 гол көріп, тағы да 4-өне екінші таймда дәмеленіп қалған шымкенттік жанкүйерлер ойынның 60-ші минутында допты өз қақпаларын торынан көріп отыр. Есеп 4-1. Оқжетпес таразбасын қысқартты. Эвертон оңаптауын жетіп келіп, тамаша пас емес. Бітті, шабуыл бітті. Имнадзе ортаға ойысып келіп, соққы! Ой! Сол қапталды Имнадзе. Ортаға ойысты, соққы, гол! Гол! Есеп 5-1. Ордабасы қалай болғанда да бүгінгі матчта соңғы сөзді біз айтамыз деп отыр. Сондықтан да ойының 64-ші минутында Имнадзе керемет дриблингімен ортаға ойысып, арғы бұрышқа керемет гол соқты. Есеп 5-1. Ойбай. Төлеп берген өз орнынан дер кезінде шыға білді. Негізі бүгінгі матчта Қажымұқан үшін әрине өкінішті.
маусым бойы жап-жақсы ойын көрсетіп, маусымның соңында өз үйіне, өз қаласына оралып, өз клубына қарсы матчта өзін дәлелдейтін сәтте біздікілер қатты ойнап кетеді ғой. 5-1 болып жатыр. Өкінішті әрине. Бұрыштама добы. Айбан асырылған пас. Әуеде тағы соққы! Сергей Малый! Есеп 6-1! Достар, мына жақта не болып жатыр? Ордабасы 6-1 маусым бойы аңсаған голдар біткен кезде жауып отыр ғой. Тамаша, керемет. Мына Ордабасы енді өз-өзін біліп жатыр да ше. Бұлар өз-өзін білсе әлемді жаулайды ғой бұлар. Келешілі Еурокубы жоқта бірақ. Эвертон оң қапталда. Ортаға пас, соққы Капацини. Гол жауған күн. Гол жауған күн, достар, есеп. Айтуға аузым бармай тұр ғой. Тамаша. Достар, мұны жауып тұрған жаңбырма десем, бұл Ордабасының бүгінгі матчтағы голдар екен ғой. Тамаша. Есеп 7-1. Абылайхан Жұмабек. Бұл нүктеден бүгін төппек енді қашан тебемін деп отыр. Және соққы дегенмен де сәтсіз болды. Достар, мінеке осымен бізде матч аяқталды. Есеп 7-1. Ордабасы өз алаңындағы осы маусымдағы соңғы матчты жанкүйерлер үшін бар күш қуатын бойына жинап сәтті өткізді. Жеңіс құтты болсын. Пару слов о матче. Очень хотелось обрадовать болельщиков в последней игре, потому что уходим мы, это последняя домашняя игра, и мы им должны были за этот сезон, потому что у нас многое чего не получилось, и с ребятами хотели сделать праздник для Шымкента, для болельщиков, которые нас поддерживают. Поэтому поздравляю город Шымкент с победой, заслуженной, и наших болельщиков всегда ждем на стадионе, всегда пускай поддерживают команду, будут всегда рядом с командой. Спасибо всем. Ага. Еще один вопрос. Как можно было мотивировать игроков на такой матч, где уже почти ничего не решается? Или вернуться тот фарт, который мы ждали весь сезон? Не знаю, трудно сказать. Главное, что ребята хотели. Мы чувствовали, что мы в долгу перед нашими болельщиками. Поэтому основной мотивацией было отдать им то, что мы не додали в сезоне. Достар, бүгінгі сәтті матч өз мәресіне жетті дегенмен де маусым туралы олай айта алмаймыз, өкінішті. Маусым бойы сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қанатұлы. Келесі маусымда Ордабасының үлкен жетістіктеріне бірге жетейік.